Баршаңызға сәлем, Гүлжан Нұрлыбай каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен аналитикалық геометрияның 4-ші сабағын бастайтын боламыз. Біздегі тақырып бұрыштық коэффициент, түзудің жалпы және кесінділік теңдеуі. Ендеше бастайық. Бұрыштық коэффициенті арқылы берілген түзудің теңдеуі былай жазылады. Y тең kx қосылған b. Енді осы жерде бізде k тең тангенс альфа параметрі бұл түзудің бұрыштық коэффициенті деп аталады. Яғни мына жердегі бізде k түзудің бұрыштық коэффициенті деп аталады. Енді бұны біз түсіндіретін болсақ, осындай бір график салайық. Мына жерде бізде x, y, ox, oy осыларын салып алдық. Енді бізде альфа бұл сағат тілінің бағытына қарсы ox осінен, мысалы кез келген осы жерден түзу салатын болсақ, бізде ox осінен біз басқа түспен жазайық. ox, мынау бізде ox болатын болса, ox осінен сағат тілінің бағытына қарсы, бізде сағат тілі осылай жүретін болса, бізде бұл сағат тілінің бағытына қарсы міне былай қарай. Осылай қарайға біздегі бұрыш. Бұл бізде альфа бұрышы. Енді b саны бұл түзудің y осімен қиылысу нүктесінің ординатасы. Мына жерде бізде бұл жерде x 0-ге тең болады да, y біз қандай да бір b деген санға тең болады екен. Міне біз осылай жазып алдық. Енді бізде осындай теңдеу беріледі. ax қосылған by қосылған s тең 0. Бұл бізде түзудің жалпы теңдеуі деп аталады. Біз түзудің жалпы теңдеуін және кесінділік теңдеуін өтеміз. Енді бізде осындай дербес жағдайлар болуы мүмкін. Енді міне ax қосылған by қосылған s деп алатын болсақ, осы жерде бізде s мынау бізде 0-ге тең болатын болса, ax қосылған by тең 0 деген теңдеу қалады. Енді осы жерден біз y-ті өрнектейміз. by тең минус ax, y тең минус a бөлінген b x болады. Міне осындай түзу, с 0-ге тең болатын болса, бұл түзу бізде координаттар басы O нүктесінен өтетін болады. O нүктесі, яғни міне мына жердегі 0-де 0, x-де 0, y-де 0 деген сияқты. Енді b тең 0 болатын болса, енді мына жердегі бізде b 0-ге тең болатын болса, ол кезде біз x арқылы өрнектеп жазамыз, өйткені бізде y жоқ. Және айта кететін бір нәрсе, бізде барлық түзудің теңдеуі бұл y арқылы өрнектеп жазылады. Y тең 5x қосылған 3 деген сияқты, мысалы. Y тең 2x қосылған 1 деген сияқты. Енді осы жерде бізде b 0-ге тең болатын болса, бізде ax қосылған s тең 0 деген қалады. Өткен b 0-ге тең болатын болса, бізде y тең 0-ге тең болып кетеді, y 0 болып кетеді. Енді осы жерде ax тең минус s, x тең минус s бөлінген a болады. Енді бізде b 0-ге тең болатын болса, бұл бізде y осіне параллель болады екен. Яғни бізде x-тен басталатын болса, бұл бізде y осіне параллель болады екен. Енді дәл осы жерде a 0-ге тең болатын болса, біз мына жерде қайтадан жазып қояйық. ax қосылған by қосылған s тең 0, бұл бізде жалпы теңдеу. Енді осы жерде бізде a 0-ге тең болатын болса, ол кезде by қосылған s тең 0 деген қалады. Ол жерден y-ті өрнектейтін болсақ, минус s бөлінген v түзуі, яғни бұл бізде ox осіне параллель болады екен. Енді бізде қазір есеп шығарған кезде ox осіне параллель түзудің теңдеуін жаз деген сияқты есептер келуі мүмкін. Сол үшін бұл нәрселерді біз есте сақтауымыз керек болады. Енді осы жерде b да s да 0-ге тең болатын болса, ax тең 0 қалады. Мына жерде мынау 0 болатын болса, мынау 0 болатын болса, тек ax тең 0 ғана қалады. Бұл жерде бізде x 0-ге тең, сонда бұл y осі болады. Енді осы жерде бізде by міне a да s да 0-ге тең болатын болса, by тең 0 қалады. Бұл бізде y тең 0 түзуі ox осі болады. Енді бұны біз қалай түсінеміз? Мысалы, қайтадан график салайық. Мынау бізде ox, oy осі болатын болса, бізде y 0-ге тең болатын болса, y 0-ге тең деген осы жерден аспайды, осы жер ғана болады оның несі. Мысалы, мына жер болуы мүмкін, ол кезде біздің түзуіміз осылай болуы мүмкін, немесе осылай болуы мүмкін. Бұл бізде ox осі болады. Ал егер бізде мына жерге қайтадан салайын, x 0-ге тең болатын болса, міне мына жерде x 0-ге тең болатын болса, ол бізде түзу былайынан болуы мүмкін деген сияқты. Бұл кезде түзу бізде oy осі болады екен. Енді біз түзудің жалпы теңдеуін қарастырдық. Енді кесінділік теңдеуіне қарайық. Бізде егер түзу x және oy осьтерінен ұзындықтары сәйкесінше a және b болатын кесінділерді қиып өтсе, онда x бөлінген a
қосылған y бөлінген b тең 1-ге тең. Бұл бізде түзудің кесінділік теңдеуі деп аталады. Енді осы жердегі a деген сан бізде x осымен қиылысуы болады екен. Осымен қиылысуы болады екен. b деген сан y осымен қиылысуы болады екен. Енді қазір есептер шығарамыз, сол кезде одан әрмен түсініктірек болады. Енді бізде осындай мысал беріліпті. Енді осы мысалды қарастырайық. Бізде p 2-де минус 8, мына жерге жазып қоя салайық. p 2-де минус 8, q минус 1-де 7 нүктелерінен өтетін түзудің бұрыштық коэффициентін. Бұрыштық коэффициент біз түзудің теңдеуін жаза салайық. y тең kx қосылған b. Енді бұрыштық коэффициент деген бізде мынау k, осы k-ны табуымыз керек екен. Және түзудің y осінен қиып өтетін кесіндісі. Жаңа біз қарастырдық мына жерде. Мынау бізде ox осымен қиылысатын болса, мынау бізде oy осымен қиылысу нүктесі, бұл бізде b деген нүктені табу керек болады. Демек біз мына жердегі b-ны табуымыз керек. Кесіндісінің ұзындығын табу керек. Түзудің жалпы және кесінділік теңдеулерін жазыңыздар дейді. Енді біз жалпы теңдеуді жазып алдық, y тең kx қосылған b деп. Енді осы жерде біз мына p нүктесін осы неге теңдеуге қоятын болсақ, бізде бұл жерде y-іміз минус 8-ге тең, минус 8 тең, x-іміз 2-ге тең, 2k қосылған b болады. Енді әлі осылай q нүктесінде жазатын болсақ, бұл жерде бізде y-іміз 7-ге тең, 7 тең, минус бізде x-іміз минус 1-ге тең, минус k қосылған b. Міне, осындай жүйе құрып алдық. Енді осы жерден біз k мен b-ны табамыз. K мен b-ны табу үшін біз мына жерде азайтатын болсақ, b-лар жойылып кетеді, сол кезде k-ны тауып аламыз. Енді минус 8 минус 7 минус 15 тең 2k минус k. Бұл бізде 3k болады, Сол кезде бізде k минус 5-ге тең болады екен. K минус 5-ге тең. Енді осы жерде біз мына жерге осы минус 5-ті қою арқылы мына b-ны тауып алсақ болады. Сонда 7 тең. Мына жердегі минус, мына минуспен плюс болады, Сонда 5 плюс b. Бізде b 2-ге тең екен. Енді бізде міне бұрыштық коэффициенті бізде k деген сан, k 5-ге тең екен міне. Бірінші сұраққа жауап бердік. Екінші, y осінен қиып өтетін кесіндінің ұзындығы. Бізде y осінен қиып өтетін болса, ол бағанағы b деген сан дедік, ол бізде 2-ге тең екен. Міне біз екі сұраққа жауап бердік. Енді түзудің жалпы және кесінділік теңдеулерін жазу керек екен. Енді түзудің жалпы теңдеуі бізде ax қосылған by қосылған s тең 0. Бұл бізде түзудің жалпы теңдеуі. Біз міне мына жерде k мен b-ның орнына берілген тапқан өрнектерімізді қоятын болсақ, y тең, k-ның орнына минус 5-ті қоямыз, минус 5 x қосылған, мына жерде b бізде 2-ге тең, міне 2-ге тең. Міне бұл бізде осындай теңдеуді шығарып алдық. Енді бізде жалпы теңдеу x, y барлығы бір жақта болу керек. Бізде мына жақта x теңдіктің мына бетінде, y мына бетінде тұр деген сияқты. Енді осыны көшіретін болсақ, 5x қосылған y азайтылған 2 тең 0. Бұл бізде берілген түзудің жалпы теңдеуі. Енді кесінділік теңдеу. Кесінділік теңдеуді біз бағана айттық. X бөлінген a қосылған y бөлінген b тең 1. Енді бұл жерде a бізде x осымен қиылысу дедік, b бізде y осымен қиылысу. Енді осы жерде біз x-тің орнына 0 береміз. X тең 0 болған жағдайда, мына жер бізде 0 болатын болса, y минус 2 тең 0, y тең 2. Міне. Кеттік. Енді y тең 0 болатын болса, мына жер бізде 0 болатын болса, 5x азайтылған 2 тең 0. 5x тең 2. X тең 2 бөлінген 5. Міне. Мына жердегі бұл бізде a нүктесі болады, мынау b нүктесі болады. Демек, енді осының орнына қоямыз мына жерде міне. Мына жерге жазып ала салайық. a тең 2 бөлінген 5, b тең 2. Енді осыны орнына қойып жазатын болсақ, x бөлінген 2 бөлінген 5 қосылған y бөлінген 2 тең 1. Бұл бізде берілген түзудің
кесінділік теңдеуі болады. Міне x бөлінген 2 бөлінген 5, y бөлінген 2 тең 1. Бұл бізде берілген теңдеудің кесінділік теңдеуі. Берілген түзудің кесінділік теңдеуі. Міне біз түзудің жалпы теңдеуін таптық, кесінділік теңдеуін таптық, о y осінен қиып өтетін кесіндінің ұзындығын таптық және бұрыштық коэффициентін таптық. Біз берілген есепті толығымен шығарып біттік. 2x минус 3y минус 12 тең 0 түзуінің координаттар осымен қиылысу нүктелерін табу керек. Берілген түзуді салыңыздар дейді. Енді біз берілген түзуді жазып алайық. 2x минус 3y минус 12 тең 0. Енді координаттар осымен қиылысу нүктесі жаңағы айтқан бізде a мен b сандары. Енді біз x тең 0 деп алатын болсақ, x-тің орнына 0 беретін болсақ, минус 3y минус 12 тең 0. Минус 3y тең 12. Y тең минус 4. Енді біз y-тің орнына 0 беретін болсақ, y тең 0. Енді мына жер бізде 0 болатын болса, 2x минус 12 тең 0. 2x тең 12. X тең 6. Міне. Мынау бізде a саны, мынау бізде b саны. Енді осы жерде a тең 6, b тең минус 4. Енді бізде осы термен қиылысу нүктелерін таптық, иә. Енді берілген түзуді салу керек. Берілген түзуді салу үшін біз график құрамыз. Міне біз осылай, мына жер бізде 0, иә, о нүктесі, мынау бізде x, мынау бізде x міне, мынау абсциссаның ординаты. Енді бұл жерде бізде a тең 6-ға тең, b тең минус 4-ке тең. Енді бұл жерде біз мына жерден 6-ны белгілейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына жер 6, b бізде минус 4-ке тең. 1, 2, 3, 4. Мына жер минус 4, иә. Енді осы екі нүктені қосатын болсақ, біз берілген түзуді салған боламыз. Примерно. Тут нам произошло. Міне берілген түзуді салдық. Координаттар осымен қиылысу нүктелерін таптық, иә. OX осымен қиылысу нүктесі 6-ға тең, OY осымен қиылысу нүктесі минус 4-ке тең, және берілген түзуді біз график түрінде салдық. Енді келесі есепке тоқталайық. P минус 2-де 3. Жаза салайық. P минус 2-де 3. O 0-де 0. Иә, бұл бізде координаттар бас нүктесі. Нүктелеріне өтетін түзуді салыңыздар және оның теңдеуін жазыңыздар дейді. Енді біз дәл жаңағыдай график құрамыз. Так, бізде P, мынау x, мынау y, минус 2-ке тең x-і, жер минус 2, y 3-ке тең 1, 2, 3 примерно. Жер 3-ке тең. P нүктесі мына жерде екен бізде. P нүктесі, ол бізде O нүктесі 0-де 0, x-де 0, y-де 0. Енді осы екеуін қосатын болсақ, міне біз берілген түзуді салдық. Және енді оның теңдеуін жазу керек екен. Біз теңдеуін жазу үшін жалпы теңдеуді жазып алайық. Y тең kx қосылған b. K мен b-ны тауып алсақ, оңай болады, иә. Енді бізде y-тің орнында мына жерде 3 тең x-тің орнында минус 2. Ой, мына жерде минус 2k болады екен. Минус 2k қосылған b. Енді мына жерде бізде y бізде 0-ге тең, анау 0 көбейтілген x болады да, қосылған b болады. Енді демек сонда бізде b 0-ге тең. Енді мына жерге біз 0 қоятын болсақ, минус 2k тең 3, k тең минус 3 бөлінген 2. Демек мына жерге біз қоямыз, y тең минус 3 бөлінген 2x қосылған 0, иә? Қосылған 0. Енді біз жалпы теңдеуін жазатын болсақ, бізде x-де y-де бәрі бір жақта болу керек. Сол кезде 3 бөлінген 2x қосылған y тең 0. Бұл бізде берілген түзудің теңдеуі болады. Енді келесі есепке тоқталайық. Мына түзулер 2x минус 3y тең 6, 2x минус 3y тең 0, y тең 3, x бөлінген 4 қосылған y бөлінген 3 тең 1 үшін k мен b параметрлерінің мәндерін табыңыздар дейді. Енді бізде бұл түзу жалпы теңдеу түрінде берілген. K мен b-ны табу үшін біз y бойынша жазып аламыз, иә. 3y минус 3y тең 6 азайтылған 2x.
y тең минус 3-ке бөлеміз барлығын. Минус 2 қосылған 2 бөлінген 3x. Енді бізде теңде бұлай y тең kx қосылған b. X-тің алдында нәрсе k болатын болса, мынау бізде k, мынау бізде b болады. Демек, k тең 2 бөлінген 3, b тең минус 2. Бұл бізде a есебі. A есебі. Енді бізге b 2x минус 3y тең 0. Енді бұнда y бойынша жазамыз. Минус 3y тең минус 2x. Y тең 2 бөлінген 3x. Енді дәл жаңағы бойынша k бізде 2 бөлінген 3-ке тең екен. B бізде мына жерде ешқандай нәрсе болмағандықтан 0-ге тең. Енді v есебі y тең 3. Енді бұл жер бірден түсінікті. Мына жерде бізде kx, мына жерде бізде ешқандай x болмағандықтан k бізде 0-ге тең, және b бұл бізде 3-ке тең болады. K тең 0, b тең 3. Енді g есебін шығарайық. G есебі бұл бізде кесімділік түрде беріліпті. X бөлінген 4 қосылған y бөлінген 3 тең 1. A тең 4-ке тең, b тең 3-ке тең. Енді біз ортақ бөлім беру арқылы бұны жалпы түріне келтіріп алайық. 4 пен 3 бізде 12 болады асты. Мына жерге біз 3 береміз, мына жерге 4 береміз. 3x қосылған 4y бөлінген 12 тең 1. 3x қосылған 4y тең 12. 3x қосылған 4y минус 12 тең 0. Бұл бізде жалпы түрі. Енді осы жерден y-ті өрнектеп аламыз. 4y тең 12 азайтылған 3x. Енді 4-ке бөлеміз. Y тең 3 азайтылған 3 бөлінген 4x. Дәл жаңағыдай x алдында тұрған нәрсе бізде k болады. K тең минус 3 бөлінген 4. b тең бізде 3-ке тең. A-ны таптық. B-ның мәнін таптық. V-ді шығардық. Және G-ні де шығардық. Біз сабақты аяқтаймыз. Сабақты соңына дейін көргендеріңізге рахмет айтамын. Және каналға тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта көріскенше сіздерге өте пайдалы білім болсын деп тілеймін.